Қыздар, бүгін сіздермен қиярдан жасалынатын салаттың керемет рецептіне бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Алдымен салатқа қажетті заттарды осылай дайындап аламын. Құрамын описанияға қалдырып кетемін. Қиярдан басқасының барлығын бір келкетіп мясорубкадан өткізіп аламын. Тек қиярды ғана осылай арнайы пышақпен турап аламын. Енді ыдысымызға қызанақты құйып, баяу отта қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін 20-25 минуттан кейін бір кесе күнбағыс майын құйып, тағы да бір араластырып, ары қарай қайнатамын. Енді үстіне бір шай кесемен тұз, бір кесе шекер қосамын. Бір араластырып алған соң үстіне дайындап қойған сарымсағымыз бен әшекейімдерімізді салатын боламыз. Мен сарымсақты көбірек қостым, себебі салат негізі дәмі осы сарымсаққа байланысты. Сарымсақ неғұрлым көбірек болса, салаттарыңыз соғұрлым дәмдірек болады. Ары қарай қолмен турап алған қиярымызды салатын боламыз. Осылай қайнап тұрған қызанақтың үстіне қиярымызды жақсылап салып аламыз. Осылай араластырып, баяу отқа қоямыз. Шамамен 10 минут қайнағаннан кейін бағана дайындап қойған аскөгімізді, яғни укропымызды салатын боламыз. Қыздар, мен укропты аз ғана салдым, сіздер дәміне қарай көптеп қоссаңыздар да болады. Осылай жарты сағат қайнағаннан соң банкіге жабуға дайындаймыз. Енді банкамызды стерилизовать етіп, монтоваркеге төңкеріп қоямыз. 10-15 минуттан кейін банкамызды алып, дайын болған салатымызды осылай банкілерімізге құйып, жауып аламыз. Қыздар, сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте керемет шықты. Маған тіркеліп лайк басып, барынша қолдап кетіңіздер. Сіздермен алда көптеген рецептпен бөлісетін боламын.